Бәріне сәлем достар, бүгін біз сіздермен кіндік жарығы туралы талқылайтын боламыз. Жалпы кіндік жарығының үш түрі бар: эмбрионалды, балалардағы және ересектердегі. Эмбрионалды кіндік жарығы кезінде алдыңғы іш қабырғасының түзілуінің кешеуілдеуіне байланысты түзіледі, және де ол УЗИде бізде амниотикалық оболочка ретінде, яғни қабық ретінде көрінеді. Бұндай балаларды алғаш туылғаннан кейін алғашқы тәуліктерде алдыңғы іш қабырғасының пластикасы жасалады. Кішкентай балаларда көбінесе ол бізде кіндік сақинасынан жоғарғы бөлімдерде орналасады грыжа. Себебі кіндік сақинасынан жоғарғы бөлімдерде ол бізде нәзік бөлім болып табылады. Ал үлкен адамдарда бізде кіндік сақинасының анатомиялық ерекшелігіне байланысты және де алдыңғы іш қабырғасының, яғни алдыңғы брюшной стенканың растяжение, беременностьтен кейін немесе мұнда орналасқан іш қуысындағы давлениенің қатты көтеріліп кетуіне байланысты бізде грыжалар пайда болады. Грыжалардың көлемі бізде үлкен немесе кіші болуы мүмкін, яғни әртүрлі болады. Ал грыжа қақпағы, грыжевые ворота, ол бізде көбінесе кішкентай болып келеді. Егер де іш қуысындағы давление бірден қатты көтеріліп кететін болса, сыртқа қарай көп мөлшерде ішкі органдар сыртқа қарай шығып кетеді, және де давление бірден түскен кезде бізде сырттағы органдар қайтадан ішке қарай кіре алмайды, себебі мына жердегі грыжа қақпасы кішкентай болып келеді және де қысылып қалуы мүмкін, яғни бізде асқынуға алып келеді. Грыжаның қысылуы немесе невправимость, яғни ішке қарай кіре алмауы болуы мүмкін, немесе капростаз. Негізгі оперативтік әдістер ол бізде аутопластика жасалады. Кішкентай балаларда лексер бойынша жасаймыз. Яғни міне бізде мына жерде кіндік сақинасы орналасады. Соның астынан полулуны, яғни жарты ай тәрізді кесінді жасаймыз, разрез. Және де сол жерден грыжаны ашып, ішіндегі заттарын салып, оны растекать етеді. Мына жерде кіндік сақинасының айналасына кисетный шов қойылады. Кисетный шов қойылғаннан кейін мұнда апонефростарды бір-біріне жақындатып, отдельный узловой шовтармен тігіп шығады. Бұл балаларда қолданады. Екінші способ ол бізде Мейо әдісі. Ересектерде қолданады, және де сапешка деген әдістер бар. Мейо әдісіне келетін болсақ, грыжаны бізде көлденеңнен қиылады, яғни кіндік сақинасынан көлденеңнен қиылады, және де толығымен терасты қабаттары, терасты клетчаталық қабаттарды сепаратордың көмегімен отделять етеді друг друга, и одан кейін ішіндегі грыжаны ашып, ішіндегі заттарын, яғни брюшной органдарды, іш қуысының органдарын ішіне қарай итереді де, грыжаны кеседі, және де мұндай орналасқан көлденең тігіп шығады грыжаның өзін. Одан кейін апонефростарды жоғарғы лоскут және де төменгі лоскут бір-біріне тақап, төменгі лоскут жоғарғы лоскуттың үстінде болатындай етіп, П-образны шовтармен тігіп шығады. Ары қарай жоғарғы бөлімінде қалған апонефросты, яғни мына жақта бізде қалады лоскут, оны астына қарай жылжытамыз. Тігіп болғаннан кейін төбесінің астына қарай өткіземіз, мына фотодағыдай, және де бұл жерде отдельный узловой шовтармен тігіп шығамыз, дубликатура ретінде. Келесі әдіс ол бізде сапешка әдісі. Бұл кезде алдыңғы линия альба арқылы, яғни алдыңғы ақ сызық арқылы бізде жоғарыдан төмен қарай кесеміз. Және де міне грыжаны ұстаптар, грыжаны өзіміз ашып, одан кейін ішіне брюшной органдарды ішіне қарай итереді, және де грыжаның өзін иссекает, яғни кеседі, және де осылайынан тігіп шығады. Тігіп шыққаннан кейін бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай оң жақтыңқы және де сол жақтың апонефрозының лоскуттары орналасқан. Мынау пинцетпен ұстап тұрған лоскутты былайынан тігіп болғаннан кейін келесі оң жаққа қарай өткізеді. Жаңағы Мейо сияқты бұл бізде бірақ жоғарыдан төмен қарай жасалады, және де отдельный узловой шовтармен тағы да осылайынан тігіп шығады. Ересектерде сапешка мен Мейо әдістері кеңінен қолданылады.